Армысыздар менің оқырмандарым, армысыздар достар. Мынау бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбым әрине өкінішті жағдай. Қазір Қазақстан бойынша былтырғы жылдың статистикасына келетін болсақ, осы үйленген некелі отбасылардың ішінде 134 мың отбасы неке құрған екен. Осының ішінде 48.239 отбасы ажырасқан. Қарап отырсақ, пайызбен алатын болсақ, 100%-тің 31%-і осы ажырасуларға алып келіп жатыр. Өйткені неге? Осы отбасының, яғни құрды ажырасып кетіп жатыр. Қазақ айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Соған байланысты кейбір отбасылар жастың буына байланысты махаббат дейді, үйтеді бүйтеді, ойланбай үйленіп жатады. Үйленгеннен кейін бір-біріне ұнамай қалып жатады, болмаса басқа себептерге байланысты ажырасып жатады. Тағы да бір себеп бұған әрине бұл материалдық жағдай, яғни қаржының болмауына байланысты, жетіспеушілік, сол кезде отбасыларда түсініспеушілік байланысты ажырасып жатады. Тағы да бір себепке келетін болсақ, әрине бұл денсаулық саласына байланысты болып келеді. Ажырасудың тағы бір себептерінің бірі осы ерлі зайыптың арасындағы төсектік қатынастың дұрыс болмауына байланысты. Ерлің ағзасына, ерлердің мысалы үйленгеннен кейін импотент болуына байланысты, болмаса аурудың асқынуына байланысты бедеулік болуы мүмкін, белсіздік болуы мүмкін, болмаса әйелі бедеу болуы мүмкін, болмаса ері бедеу болуы мүмкін. Сол себепті отбасылар бір-бірін түсінбей, өмірге бала келмегеннен кейін, бала болмағаннан кейін бір-біріне шыдамай әрине ажырасып кетіп жатады. Ондай отбасылардың әрине біз әрбір айтатын болсақ, қазіргі кезде мысалы үйленіп жатыр, үйленгеннен кейін ажырасып жатыр. Не себеп? Бала жоқ, болмаса бір баласы бар, ұнамай қалды, жараспай қалды деп жатады. Әрине бұл жерде тағы да бір айта кететін жайт, мынау урологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, өйткені ерлер қазіргі уақытта көп жағдайларда өз денсаулығын қадағаламайды. Мысалы әрине тіршілік, өмір сүру, ақша табу, табыс табу өзіне қарамағандықтан көп жағдайда семьясына көңіл бөлмегендіктен әйелі внимание ала мүмкін, балаға көңіл бөлмейді, мүмкін бала жоқ болып жатыр. Соған байланысты ажырасулар кездесіп жатыр. Әрине әзір мынау ердің көзіне шөп салу, болмаса әйелдің көзіне шөп салу отбасылардың арасында кездесетін жайттардың ол да бір себеп болып табылады. Әрқашанда біз отбасын құратын кезде міндетті түрде ойлануымыз керек. Өйткені біз өмірге ұрпақ әкелу, біздің парызымыз үйлену арқылы отбасын құру, артымызға мирас қалдыру, әрине тіршілік істеу арқылы, отбасын құру арқылы өнегелі ұрпақ әкелу, салиқалы ұрпақ әкелу. Өйткені салиқалы ұрпақ дегеніміз не? Өмірге келгеннен кейін артыңа мынау ұран бағыштайтын, мынау біздің ұрпағымыз жалғастыратын мирас болу әр азаматтың парызы. Соған байланысты ер азаматтар, сіздерге айтатыным, әрқашанда өзіңіздің денсаулығыңызды күтіңіз. Өйткені егер сіздің денсаулығыңыз болмаса, отбасын құрып ұрпақ әкелу сізде қабілет болмайды. Соған байланысты әрқашанда біздің денсаулығымыз мықты болып, әрқашан өмірге ұрпақ әкелетіндей денсаулық болсын. Аман сау болыңыздар, әрқашан ауырмаңыздар, ажыраспаңыздар, бір-бірлеріңізді сүйіп қосылыңыздар. Сау саламат болыңыздар.